Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Балалар жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығының мүшесі Ақберген Айзат. Үйіме жетекшім Ақберген Безай. Менің отаным, менің бастамам шығармашылық жобалардың облыстық байқауы, жақсылық керуенінің номинациясы. Менің мақсатым қарт кісілерге, әлеуметтік осал топтағы балалар мен басқа да мұқтаж жандарға қолдау көрсету, олардың әлеуметтік әл-ауқатын жақсарту, қоғамның әртүрлі топтарын біріктіріп, өзара көмек көрсету арқылы мейірімділік пен жауапкершілікті арттыру, қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті азайту, осал топтарды қолдауға бағытталған іс-шаралар мен жобаларды жүзеге асыру. Менің міндетім қарт кісілерге көмек көрсету, оларға азық-түлік, дәрі-дәрмек және де тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ету. Жалғыз басты қарттар үшін көмек көрсету, оларды қоғаммен байланыстыру және де психологиялық көмек көрсету. Жобаның өзектілігі қарт адамдардың санының артуымен, олардың денсаулық, әлеуметтік оқшаулану және қаржылық қиындықтарға тап болуымен байланысты. Қарттар көбінесе жалғыздықты сезініп, медициналық көмек пен әлеуметтік қолдауды қажет етеді. Осы жоба арқылы оларды өмір сапасын жақсартып, әлеуметтік байланыстарын нығайтып және қажетті қаржылық және физикалық көмек көрсету мақсатында қоғамның жауапкершілігін нығайту. Жобадан күтілетін нәтиже қарттардың өмір сапасын жақсарту, әлеуметтік оқшаулаудың азаюы және олардың денсаулық жағдайын жақсартуы. Және де қаржылық және физикалық қолдаудың арқасында қарттар өздерінің тұрмыс жағдайларын жақсартып, қоғамның тығыз байланысы болады. Сонымен қатар жастардың қайырымдылық және де адамгершілік құндылықтарын артып, қоғамда мейірімділік пен мәдениет қалыптасады. Мен қарапайым қарттарды сүйем, не деген керемеді. Не біледі, осы жұрт не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді деп Мұқағали Мақатаев атамыз жырлағандай, азайып бара жатқан қарттарымызға қолдау көрсету біздің парызымыз деп білемін. Осы фотосуретте көріп тұрғандарыңыздай, бірінші топ мүгедек қария кісімен кездесіп, үйіндегі тұрмыс тіршілігіне көмектестім. Түскі шай уақытында барып, оның ыдыс-аяқтарын жуып және де үйін реттестіріп көмектестім. Осы кезде қарт кісі өзінің теледидарда көретін қандай бағдарлама, қандай кино көретінін айтып, бірге қызықты ақпараттар берді. Мінекей, тағы да көріп тұрғандарыңыздай, салат жасап, қария кісіге шай бердім. Бірге де оның жастық шақта болған қандай да сондай қызықты оқиғаларын, өзінің жұбайымен қалай танысқанын айтып, маған бір-екі ақыл айтты. Қайырымдылық жасасан, қайырын өзің көресің деген қазақ халқымыз. Қайырымдылық адамзат бойындағы ерекше бір қасиет деп білемін. Қайырымдылық ізгіліктің, адамның таза ниетін, адамгершілік қасиетін, адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі. Жүректері мейірімге толы оқушылар қарттар мен әлеуметтік осал топтағы көмекке мұқтаж адамдарға арнап түрлі қол көмекпен көмектеседі. Жақсылық жасау имандылықтың, тәрбиеліктің, парасаттылықтың айқын көрінісі. Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса деген халқымыздың игі дәстүрі қазір де қайырымдылық қоғамдарының іс тәжірибелерімен жалғасып келеді. Көмекшің қолғанатын жас жыланын, білесің жақсылықтың асырарын. Үлкенге, кішіге де барша адамға көмек қолын созуды шақырамын. Біздің әлем махаббатқа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке, қамқорлыққа толы болсын. Жақсылық жасау, ол біз бен сіздің қолымызда. Жақсылық жасап жүрейік.
Sağ bolыңыздар.